Бәріне сәлем, мен арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айғаным. Кеше Найчуантоның концертіне барған болатынмын. Барлығы керемет өтті. 2022 жылдың керемет күндерінің бірі деп есептеймін кеше күнді. Қандай мақсатта влог түсірдім? Қызықты факт, 2019-да менің туған күніме подружкам Найчуантоның концертіне билет сыйлаған болатын. Содан бастап мен Найчуантоны тыңдаймын. Сонда мен алғашқы влогымды түсірген болатым. Сол влогта менің ютуберлік шығармашылық жолым басталды. Сол влогпен кешегі влогты салыстыру мақсатында түсірген болатым. Әрине, барлығын видеоға түсіріп қана қоймай, сол сәтті бағалай біліп, билеп те, ән айтып та, достармен уақытты керемет өткізуде ұмытқан жоқпын. Барлығы керемет болды. Және де мүмкін, білмеймін, мүмкін Найчуанто көріп жатса бұл влогты айта кетейін. Спойлер ретінде кеше айтқан, бірақ бүгінді айтайын. Еңбектеріңізге рахмет. Және де стаф ұжымына, ұйымдастырушыларға рахмет айтқым келіп тұр. Барлығы жоғарғы деңгейде жақсы өтті. Қызықты болса көріңіздер. Сәттілік. Вау, какой glow-up! Мен дайым менің достарым звондады, шығып айтты. Ой, шығып баратқандарын айтты. Достармен кездесем, Всем привет, с вами Анеля. Анеля, туда-сюда привет отчерсишь? Привет. О, тамақ. Айғаным ютубер. Прикольно. Айғаным снимать себе? Идете өзің бүйті алып түсіресің. Ой, Анеля, не күтесің концерттен? Ай, блин, мен очкиім қазір қарайып тұр. Ағару керек. Ағару керек па? Сектор дәрежеде ез. Біз фан-зонадамыз ғой. Куда зонда? Excuse me, фан-зона. Where is the фан-зона? Спасибо. Қалай? Ой, мен шашым. Ну, у нас не видно почти. Вау. Надеюсь, впервые? Нет, надеюсь, Впервые. концерт что ли? Можете показать? Надо стоять. Что-то потом YouTube касался мен барған концертіндегі влог деп. Комментатор, спасибо большое. Был бізде Анеля. Нет, не так начинаем. 7 число. А сегодня 30 июня, четверг. Мы находимся в центре Оксфорд Серика Сапиева на концерте Найчуан. Не күтесің концерттен? Рахмет, сау болыңыз. Hello. Скачивается? Что ты скачиваешь? Не көрсетіп жүрміз? Е 35. Бұл фильтр неге, камераға. О, скачала.
Bye.
Керемет. Зереге duğul шапалақ. Рахмет Зереге. Келесі қалғыр түсіндіңіздер ғой, иә? Сіздер аналарыңызда дайын болыңыздар. Bizden beşler kelib qoldi. Негізі ол табылып, мына жер кішкене босаған кезде біраз шу шығарған әйгілі қара толстовка. Сен қазір киініп
sevimsizliğini. Okey. Sing the Lord.
91 bo'lmasa nega ular qanotlar bo'lmasa so'roqdan 91 Tigirlar bir qo'lchamoqdariga rahmat yigitlar qizlar sizlarмен birga dal osida ko'ngil kuyda osida vaqtda bo'lganingizga o'ta qattiq quvonchimiz. Bu bizning birinchi rad emas, yana so'nggi rad emas кездесуimiz. Alдағы vaqtda ko'p ko'rishamiz. Жетті бәріне прям екі жарым сағат болды концерт, зарядка прям как раз жетті. Артымызда Арана хуй здесь. Под музыку кішіп ойнамақ ойындар қайтындар екен. Жарко такая. О, свежий воздух. Таза ауа, ура! Nelia, how do you do? How do you do? How are you? I'm fine, thank you. And you? No, не fine. I'm not okay, так сказать. Мне 20 лет. How do you do? Nelia, қалай после концерта, неде? Я ноги отваливаю. У меня вообще контент жасаймын деп. Что, у тебя за 10 тысяч? Я ж богатая.
Сәлем, бұл Айғаным, менің арнама қош келдіңіздер. Бұл мен концерттен кейін, қатты шаршадым. Концерт өте қызықты, әрі керемет өтті. Күшті болды, маған қатты ұнады. Максималды түрде атмосферно болған уақыттарды түсіруге тырыстым. Бірақ сонымен қатар сол сәтте болуды да ұмытпадым. Камераға түсіретін материалдар түсірдім. Бірақ сол сәтті сезінеді білдім деп ойлаймын. Мен үшін керемет күндердің бірі биылғы жылда 2022 жылдың керемет күні деп есептеймін. Бүгінгі күнді концерттің деңгейі жоғарғы деңгейде болды. Фан-зонада жүрдім мен. Еркін андай алаңда билеп та, өлең айтып та, қысылмай, қыстырыспай, ешкіммен алдыға қарай тұрған жоқпын. Ешкіммен қыстырыспай өткені білмеймін. Менің жеке пікірім, жеке ойым концертте андай фан-зонадан алсаң, прям максимал тұрғыдан билеп, күшті болып қайту керек секілді. Тура алдында тұрғанда ерекше сезім шығар. Өзіні қатты ұнататын, үлгі тұтатын адамдарды жақыннан көргенде. Мүмкін, білмеймін. Ажна музыканың кереметтілігі сонша десем артық болмас. Адамдар өздері қосылып айтты. Керемет болды сол уақыт. Прям бірге қосылып, сосын билеп, билейінде бар ғой. Жер сілкінді, серьезно, прям пол бар ғой, прям дірілдеп, қозғалып, прям бар ғой. Жастар, прям менен жасты адамдар, бой жеткен бозбалалар, просто көп, прям күшті андай жас адамның энергетикасы прям көрініп тұр. Түсіністікпен қарайтын адамдар. Үлкен кісілер де болды айтпақшы. Ол кісілер де өте күшті, керемет, классный, прям perfect and great қой. Қолымнан келгенше түсірдім. Бірақ концертте сол сәтте болуды да жөн көріп, көп барлық қандай әннің уақытын түсіре бермей, кішкене түсіріп, қысқа қайырып, сөндіріп, әрғарай өзім бірге концертте ән айтып, билеп, уақытымды керемет өткіздім. Достарыммен кездестім айтпақшы. Бірақ до того мен концертте, как раз мен камераның зарядкасы күшті жетті. От и до түсіріп үлгердім. Одан кейін зарядка сөніп қалды. Телефонға бір-екі материалдар түсірдім. Бірақ до того концерттен кейін шаршап, тамақтанып, неда камера болды уже. Алдағы уақытта, егерде вдруг, не знаю, вдруг көріп жатсаңыздар, сәлем став. Ставтар жүрді, ой, бәлей, мен камерамен, монопод деп бұңған аты қалай еді. Штативпен бүйтіп тұрмын ғой, түсіріп, ставтар өтіп жүр, жан-жақтан прям қарайласып, көмектесіп, көп екен, молодцы, прям ұйымдастыру деңгейі жақсы, жоғарғы деңгейде. Ставтар молодцы, классные, вдруг найдем көріп жатса, ойымнан алшақтамай. Концерт күшті болды, сәттілік, еңбектеріңізге көптен көп рахмет. Сіздерге, сонымен қатар стаф ұжымына, ұйымдастырушыларға, барлығына үлкен рахмет айтамын. Ең керемет күндердің бірі биылғы жылдың, тағы да қайталап кетейін. Еңбектеріңіз жана берсін, биіктен көре берейік, жақсы жаңалықтарға толы болсын күндеріңіз, болашақтағы жоспарларыңыз орындала берсін. Осындай керемет концерттер жоғарғы деңгейде өте берсін. Сәттілік, сау болыңыздар, келесі кездескенше. Сау болыңыздар.